Қайырлы күн әріптестер, сіздерге керекті тағы да бір әдіс тәсілдермен бөлісіп өтейін. Бірінші әдіс ол ұшақтар сайысы деп аталады. Бұл әдісті сабаққа қалай қолданамыз? Өзіңіздің пәніңіз бойынша оқушыларға қағаздан бірнеше ұшақ жасауды тапсырасыз. Және де өзіңіздің өткен тақырыбыңыз бойынша немесе үй жұмысы бойынша сұрақтар қоясыз. Егер оқушы сұраққа дұрыс жауап берсе, тек қана дұрыс жауап берсе, ұпай алу үшін қолындағы ұшағын ұшыру керек болады. Егер тақтаға ұшып десе 5 ұпай деген сияқты, есікке тигізсе 10 ұпай, қоқыс шелегіне тисе 15 ұпай деген сияқты өзіңіз ұпайларды белгілеп алып, сабақты түрлендіріп, қызықтырып, балалардың қызығушылығын оятатындай әдіс тәсіл деп ойлаймын. Қолданып көріңіздер. Мен үнемі өз сабағыма қолданамын. Мен қолданған кезде сабағымда оқушылардың бойынан бір байқағаным, сұрақтың жауабын білуге, жаттығуларды дұрыс орындауға, жауабын дұрыс жазуға, сұрақтарға дұрыс жауап беруге талпынып, сондай көңіл күйлерде көтеріліп, солай қатысады сабаққа барлығы. Қолданып көруге кеңес беремін сіздерге. Егер де оқушы сұраққа дұрыс жауап бермесе, онда ол ұпайды ала алмайды, ұшақты да ұшыра алмайды. Екінші бір әдістің аты ол бәстесу деп аталады. Бұл ойында, бұл әдісте бір қызықты. Алдымен ойыншық ақша керек болады. Ақшаны оқушыларға теңдей бөліп бересіз. Сыныпта оқушылар сыныпты аралап, сыныптастарынан сұрақ қоя бастайды. Өткен тақырып бойынша, сол бүгінгі өткен тақырып бойынша деген сияқты. Және сұрақ былай басталу керек. Бәстесек, сен бұл сұраққа нақты жауап бере алмайсың. Егер жауап беретін болсаң, мен саған осындай көлемде ақша беремін деп өздерінің сұрақтарын сыныптастарына қояды. Егер де ол сыныптасы дұрыс жауап беретін болса, айтқан ақшасын ұсынады. Солай ойын жалғасады. Жеңімпаз оқушы ең көп ақша тапқан оқушы болып саналады. Құрметті әріптестер, каналға тіркеліп, ой-пікірлеріңізді жазып өтіңіздер. Алда тағы да әртүрлі әдіс тәсілдермен бөлісетін боламын.